Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай керемет дәмді рулеттің рецептісімен бөлісемін. Ингредиенттерді описанияның астына қалдырамын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, рулеттің қамыры жұмсақ және де кремі өте дәмді болған. Бізге ең алдымен таза ыдыс керек. Ыдысымызда бір тамшы суда болмау керек. Достар, 3 жұмыртқаның ақуызын осылай ыдысымызға құйып аламыз. Егер ыдысыңыз таза болмаса, ақуызымыз ойдағыдай болмайды. Келесі ақуызымыздың үстіне 100 грамм қантты саламыз, оны жақсылап миксерлейміз. Достар, миксеріміз таза әрі құрғақ болу керек. Видеодағыдай жақсылап әппақ болып көпіргенге дейін миксерлейміз. Енді 100 грамм жүгері ұнына 1,5 қасық разрыхлительді салып, оны венчикпен араластырып аламыз. Келесі ақуызымыздың үстіне аз-аздан жүгері ұнын сала отырып, ақырын араластырамыз. Енді жұмыртқаның 5 дана сарысын видеодағыдай венчикпен араластырып аламыз. Енді дайын болған жұмыртқаның сарысын жаңағы ақуызымызға видеодағыдай етіп ақырын-ақырын араластырып аламыз. Келесі 4 бұрышты формамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне жаңағы дайын болған консистенциямызды видеодағыдай құйып аламыз. Енді духовкаға 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Қамырымызды видеодағыдай зубочисткамен тексеріп аламыз. Егер зубочисткамыз құрғақ болып шықса, онда қамырдың піскенін білдіреді. Келесі 2 дана бананымызды осылай дөңгелектеп турап аламыз да, оны видеодағыдай блендерден өткіземіз. Бисквитке жағатын бананның кремі дайын болды. Келесі бисквиттің творожный кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм творожный сыр және де 1 шай қасық сгущенканы саламыз. Енді креміміз біркелкі болып шығу үшін оны жақсылап миксерлейміз. Келесі пищевой пленканы осылай видеодағыдай етіп жайып аламыз да, оның үстіне жаңағы піскен бисквитімізді қойып, үстіндегі пергамент қағазды алып тастаймыз. Енді дайын болған творожный кремімізді видеодағыдай етіп барлық жеріне біркелкі қылып жағып аламыз. Келесі жаңағы дайын болған банан езбесін видеодағыдай етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Енді дайын болған бисквитімізді видеодағыдай рулет қып ораймыз. Енді рулетті оралған қалпында холодильникқа 30 минутқа қоямыз. Міне достар, рулетіміз дайын. Мен үстіне сгущенканы қойдым. Сіздер өз қалауларыңызша шоколад құюларыңызға болады. Достар, рулеттің қамыры да және кремі де ерекше болған. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай үлпілдеп, жұмсақ болып піскен. Менің жұмысымды бағалап, мені қолдап, маған тіркеле кетіңіздер.